Достар сәлем. Біз бүгін Қарагөзбен бірге келесі айдарды бастаймыз, яғни екінші бөлім бізде. Қарагөз күні қалай? Бәріне сәлем, менде жағдайым жақсы. Бүгінгі подкастқа шақырғандарына рахмет. Осы подкастта енді менде Чина мен Аягөзбен бірге жұмыс істейтін боламын. Сен қайдан келдің, күнің қалай өтті, жалпы сонымен бөліссең? Негізі мен жұмыстан келіп отырмын. Бүгін сабаққа бардым, жұмысқа бардым, сосын шаршасам да сендерге келдім. Жақсылап әңгіме айтайық. Жақсы. Бүгін бізде жалпы достар, форматымыз өте еркін тақырыпта болады, яғни біз сұрақтарымыз да еркін болады, және жалпы өзіміздің дебат, қазір Қостанай дебатында болып жатқан құбылыстар туралы толыққанды талқылайтын боламыз. Қарагөз, сұрағың бар ма маған? Ең алдымен, жалпы осы сезон басталып жатыр ғой, көптеген перваштар келіп жатыр барлық клубтарға. Осы перваштарға дебат неге керек деген сұраққа жауап беру қажет деп ойлаймын, осы подкаст вообще басталмас бұрын. Жалпы біздің ата буындардың осы өте жиі айтатын бір ақпараттары бар. Оңтүстік Кореяда жалпы мамандарды алған кезде оған дейін дебат ойнады ма, ойнамады ма, соған да назар аударады екен. Яғни осы жерден байқауға болады, дебат жалпы адамдардың критикалық ойлауы, жаңағы шешімдерді тез табуы, немесе болып жатқан құбылыстарға көзқарастарын жаңағы барынша дұрыс қалыптастыруға көмектесетін жаңағы бір ойын түрі, интеллектуалды дебат. Сен ойың қалай? Неге осы жас буындарға және қазақ аудиториясына керек? Мен негізі дебат ойнап жүргеніме біраз уақыт өтті ғой. Қанша уақыт болған есімде жоқ. Қазір 4-ші курсқа да келіп қалдым. Осы дебаттан көп нәрсе алдым деп айта аламын, оны әрдайым айтам. Ең алдымен осылай отырып сөйлеудің өзі маған дебат берген болатын. Дебат болмаса мен тіпті осы жерде отырып дебат туралы әңгіме айтпайтын да едім. Одан кейін материалдық благаларды да алдық, біраз кубок жинадық, қалаларға шықтық, тіпті өз ақшамызға шықсақ та көптеген қалаларды көрдік. Содан кейін сыни тұрғыдан ойлау деген секілді көп дебатерлар айтатын әңгімелері бар ғой. Дебат саған не берді десе, дебатерлардың ауыздары жабылмайды, өте көп нәрселер айтады. Солай ойлаймын. Жалпы сенің ойыңша Қостанай дебатына қазір қандай проблемалар бар және не жетпей жатыр бізге? Неге негізгі алаңда әлі кубок жоқ, я соңғы 3-4 жылда? Негізі менің ойымша қазір Қостанай дебатында дебат ойнайтын дебатерлар қалмаған секілді. Ол өте обидно көрінуі мүмкін негізі, бірақ шынымен де солай деп ойлаймын. Өйткені көбісі дебатты отбасына немесе күшті бір көңіл көтеретін жер деп қарайды да, бірақ республикаға шығатын біздің қостанайлық дебатерларды мен өте көп көрмеймін, аз. Мысалы өткен жылы кім шықты өзі? Мен, сен. Екеуміз Аягөз шыққанын білем. Одан кейін Көкшетауға бір, Павлодарға бір, сосын қайда? Білмеймін, 1-2 рет қана шыққандарын білем. Ал былай тоқтаусыз турнирлерге шығып ойнайтын дебатерлардың саны азайып бара жатқан секілді. Жалпы мен ойлаймын, дебат ойнаған кезде адам дебат ойынынан ләззат алу керек. Сен ойнап жатқан кезде сенің сөздерінің мәнділігін, мен осы жерде неге сөйлеп жатырмын, мен не айтуым керек, оның барлығын сен түсініп, оны махаббатпен айтуым керек секілді. Ал көбісі білмеймін тіпті қалай ойнайтындарын. Көбісі кубок үшін келіп кете ма, әлде уақытымды, субботамды бір босқа өткізбей дебатерлермен өткізе салайын ба деп солай шығып кетеді. Осы жерде өте қызық сұрақ, Қарагөз. 4 жыл болды жаңа өзің айтқандай, дебат ойнағанына. Егер де сенің бір материалды бір қойған мақсаттарың болса, сен оларды уже жеттің. Бірақ сен неге әлі дебат ойнап жатырсың? Маған негізі дебат ойнаған ұнайды, ортаға шығып сөйлеген ұнайды негізі, өте қызықты. Әсіресе дебат ойнаған кезде дебатта өте көп күшті адамдар бар. Біреулердің түрлері әдемі болуы мүмкін, біреулері өте ақылды болуы мүмкін. Сен дебатқа келген кезде сен самооценкаңды түсіре алатын жалғыз жер ол дебат. Сен өзінен де мықты адамдарды көресің, өзінен де жақсы сөйлейтін адамдарды көресің, өзінен де түрі әдемі қыздарды, ұлдарды көресің, және сен ойлайсың, неге мен ондай емеспін деп. Содан кейін сен сұрыпталу процестерде жүреді. Және манағы бойынша біз жаңа айттық қой, қостанайлықтар респаға ашығады. Әрине ол материалдық тұрғыдан ақша жағына тірелуі мүмкін. Біз барлығын кінәлай алмаймыз ғой, мысалы. Неге сендер бармайсыңдар тіпті өз ақшаларына деп. Бірақ менің ойымша біз өзіміздің жеке индивидуалды дамуымыздан да бөлек Қостанай дебатын дамытуды жоғары қоюымыз керекпіз. Өйткені біз барлығымыз бір қостанайлықтармыз, және де біз республикаға шыққан кезде міне Қостанайдың дебаты осындай жақсы дәрежеде, қостанайлық дебатерлер қандай мықты деген сөздерді мен өте қатты естігім келеді.
шын. Енді солай. Ачина, сен қалай ойлайсың, қазіргі күні сенің көзіңе көрініп жүрген осы маған қарсылас болады ау деген дебатерлер бар ма? В принципе, сенің самооценкаңды білеміз, Чина шелек деген атауларды да өте көп естідік. Жалпы давай былай істейік, қазір дебатты жарып жүрген топ 5 дебаттер бірінші және 4-ші курс студенттерінен. Оны айту маған қиын болады. Өйткені білмеймін, қазір дәл осы состоянияда, яғни дәл осы жағдайда барлық дебатерларды перечислять ету, мынау былай еді деп есіме түсіру қиын болады. Бірақ мен өзім қарсылас болсам, андай ойнауға прям мотивация болып тұратын, осы адаммен жаңағы дебат ойнасам және осы адаммен дебат ойнаған кезде оны бір жеңіп кетсем, немесе жаңағы күшті бір дебат айтсам деген ойлар өзімнің буындасым Аяум-ға байланысты болады. Сол Аяум Мукановамен ойнаған кезде павлодарлық, ақиқаттан. Аяулым, сәлем. Және Чина сені турнирда алдыға шақырып жатыр. және сен респо бойынша айтып жатсың, республика бойынша. Аяулымнан кейін топ 2 бар ма екен? Мына жерде бір жерде Самал, білмеймін кім тағы бар өзі қыздардан. Айнұр. Жоқ, олар дебат ойнауды қойды. Ренжіп жатыр. Жарайды. Ал Қостанайдан? Бұдан отрежу, короче. Қостанайдан. Қостанайдан. Негізі Қостанай дебатына шыққан кезде андай сен мысалы турнирда отырсың, өзіңді еркін ұстап барасың, жаңағы турнирға шыққан кезде, респаға шығып жүрмін ғой, мына жерде ойнап жүрмін, немесе орысша международкаларда ойнадым ғой, маған қиын емес деген сияқты барасың да. Бірақ білмеймін неге екенін, қостанайлықтарға мені БПФ кейде өтпей қалып жатады, және осындай проблемамен кезіккен кезде ішім қатты күйеді. Себебі мен жаңағы орыс лигасында ойнағаннан кейін, білмеймін, енді орыстар жаңағы әлемдік форматқа қазақтарға қарағанда өте жақынырақ та. Қазақ лигасы енді келе жатыр, Қостанайдағы жалпы. И соответственно андай болып қалады да, неге олай? Неге менің аргументім өтпей қалды деген сияқты бір обидаларым болып қалады. Ал жалпы жаңа сен сұрағына келетін болсақ, осы Қостанайда кімді қарсылас ретінде көремін, ол сені. Менен қорқады. Просто қара көзмен дебат ойнаған кезде андай атмосфераны сезесің да. Осы румда барынша 100% өзіңді вкладывать ету керексің, осы румда 100% ойыныңды көрсету керексің. Мен әлі жеңе алмай жүрмін. 2 турнирда ойнадық, өткен жылы областной турнирда, АПФ турнирында жеңдім. Просто слип болды деп. Және Қостанай капта, сен финалда ашушы үкімет болғанда мен ашушы оппозиция болдым деп мақтанып қойған ба. Мен бұл сұрақты неге қойдым? Өйткені көп естимін, ой біз күштіміз, жақсы дамып келе жатырмыз, барлығы жақсы, ешкімді бөліп жарғысы келмейді, көңіліне тигісі келмейді, бірақ даму болмайды. Неге даму болмайды? Өйткені қателіктер анық көрсетілмейді. Ал егер саған ашық айтатын болсаң, сен мына жерің дұрыс емес екен балам деп өзінен кіші буындастарына айтатын болсаң, кейбіреу ренжуі мүмкін, мынау неге өзіне көп алып кеткен деп. Бірақ сен қателікті көрген кезде және оған оны дұрыстаған келсе, оны ашық айту керек секілді. Сол кезде ол дұрысталып, сол кезде ол прогресс болады. Менің ойымша солай. Жалпы өзінің сұрағына өзің жауап бере кетсің, Сен үшін қандай дебатерлар ең мықты? Қостанайда ма? Менің ойымша. Жалпы Қостанайда және республика бойынша. Ой, мен тіпті білмеймін, шынымды айтайын. Ойланып қалдым. Бірақ менің ойымша осы сұраққа былай жауап беруге болады. Егер мен бір румға түсетін болсам, осы адамнан жеңіліп қаламау деген бір қорқыныш болуы мүмкін, адамдар тізімі болу керек секілді. Өйткені бізге үйретеді, барлығына бірдей дебатер ретінде қараңдар дейді, барлығы кішкентай бала болсын, үлкен адам болсын, барлығы бірдей дебатер. Но румға кірген кезде кейде сезесің, мына перваш отыр екен, бірақ оны жеңіп кете аламын, одан бір ранг жоғары алам. Егер мысалы Аягөз отырса, Аягөзбен кішкене қиынырақ болады, немесе Ағабекпен кішкене қиынырақ болады, миымды қозғау керек деп. Менің ойымша қазір Қостанайда кімді жоғары көрем? Ағабекті өте жоғары көрем. Өйткені менің ойымша ол дамуы жақсы жүзеге асқан дебаттер. Қаншама турнирларға көрдім, барды, орындар алды, және де бір жетістікке жетті. Инфоблогтары да жақсы, және әрдайым еңбектенеді, мойындау керек. Ол өзі үндемейтін адам, көбінесе үндемеген сайын Ағабекті назарға көп салмайды. Бірақ шынымен де Петропавлдағы турнир болсын, Ақтөбедегі турнир болсын, Қарағандыда да мысалы бірде екеуден бірге бардыңдар, Ағабекті айтуға болады. Одан кейін Аягөзді айтатын едім, менің үлкен әпкем деп. Кішін көшпенділік көкжиегі болсын, Семейге болсын, мысалы, білмеймін, шығып жүрген Қостанайдан
дебатер бар ма десем, Аягөзді айтатын едім. Жүреді, самы кап болсын, я білмеймін, орыс лигасында неше турнирға бардыңдар бірге? Орыс лигасында 2 турнир, екеуі де международный. Андай бар ғой, ұшсаң да бара бересің, бар ғой, ұшсаң да бара бересің, ұшсаң да бара бересің. Сол Аягөз, ал осы перваштардың ішінен білмеймін, соңғы кезде Индираның ойыны жақсы болып жүр. Менің ойымша қазіргі екінші курстардың ішінен Қостанайда Индираның ойыны өте жақсы деп айта аламын. Өйткені ол қыз басында көргенде мына қыздан бірдеңе шыға ма екен деп ойлағам, кетіп қалады шығар деп. Бірақ көбінесе елірмей нақты қателері бойынша жұмыс істеп орын алуға тырысқан адамдардың бірі. Және менің ойымша қазір жетістіктері бойынша Индираның да жетістіктері біраз секілді, кубоктары республикада болсын, тіпті кубок алып келген қызымыз. Өйткені өткен жылы мысалы жастар финалын Қостанайда алды деген ол Парасатта ғана болды, иә. Өйткені біздің Сұлтан, Санжар, Индира Ыбырай осы жастар финалын алды. Оған дейін Қостанайдың тіпті ЛДС бар, иә. ЛДС бар. Қостанайдың ЖФ алғанын көрмедім. Сол үшін, кстати, мен өзімнің президенттік тұсымда осы үлкен жетістіктермен мақтанамын. Мен енді озып кетейін. Осы жетістікті қайталап көріңдер десе ойнап айтамын. Бір қызық факт бар. Бірақ Қостанайдың негізгі алаңынан кубок алғанын қалаймын. Бір қызық факт бар жаңағы Аягөзге байланысты. Жалпы андай спикерлармен шыққан кезде негізі сен қасындағы спикеріңді сезесің, немесе одан бір саты жоғары тұрасың, немесе бір саты одан төмен тұрасың. Бірақ Аягөзбен бірге ойнасақ, білмеймін, барлық турнир бар да, біздің спикерский барымыз почти что бірдей болады, иә. Көп турнир бар да, біздің спикер ұпайларымыз бірдей болып шығады. Білмеймін, өте қызық факт екен, сондай мен үшін жаңа есіме келіп жатыр. Айтпақшы, Чина, давай бүйтейік. Неге дебат ойнау керек деген конкретно причиналарды атап өтейік, бізді көріп жатқан перваштар болса. Давай. Онда мен бір, сен екі деп па? Давай. Бірінші кезекте критикалық ойлау үшін. Екінші кезекте көптеген қалаларға шығу үшін. Және сонымен қатар мысалы Қостанайда турнир болса да, Қостанайдың көптеген мектебі немесе колледжіне барып келеміз, ал жайшылықта вахтадан да кіре алмай жүреміз ғой негізі. Сол жерлерді аралау үшін. Жаңа өзің айттың ғой, андай мотивациям пайда болады, жақсы адамдарды өзімнен күшті адамдарды көремін дегенде. Яғни ұтылыстан бір ләззат алу арқылы жеңіске жету. Төртіншісі, ол менің ойымша кубоктар, дипломдар, оларды көбісі маңызды деп айтпайды. Өздерінің үшін ойнағандар, дамуларын үшін ойнағандар, бірақ олар дегенмен де қажет. Сенің жеке портфолияң үшін болсын, немесе менің жетістігім осы кубок үшін таңнан кешке дейін айқайласып жүрдім дегендей. Мысалы, мен өзімнің дебаттағы жетістіктерім арқылы универда топ-10 жүлдесін ұттым, немесе президентский стипендияға өтінім тастаған кезде мен көп грамоталар дебаттан болды, дебат мені алып шықты мысалы. Жақсы, Қарагөз, енді турнирларға келсек, жалпы турнирларды талқылайық. Саған қазір Қазақ лигасында болып жатқан турнирлар қалай жалпы? Қазақ лигасында әлі турнир болмады ғой. Жоқ, жазда болған турнирлар туралы айтып жатырмын. Былтырғы сезондағы ең соңғы турнир бар, осы май айында болды, мамыр айында. Ой, былтыр бізде көп турнир болды. Былтыр қазір Парасаттың темасына кетіп қаламыз, бірақ былтыр Парасатта тоқтаусыз турнир болды, иә, бізде? Иә. Биыл да Алла қаласа солай болады. Өзіме қатты ұнаған Парасаттың респасы шар. Өзім ұйымдастырушы болған, өзім төреші болған. Жүлде қорын табу проблемасынан бастап қатысушыларды қарсы алу, қарылар жазу қызық болды. Бұған дейін сонымен қатар біз көбінесе ата буындардың көмегіне жүгініп, қарыларды жазғанда солардан кеңес алып жүретінбіз. Ал соңғы турнирда мысалы қарыларды өзіміз жаздық. Және есімде сол респада барлық дебатерлар дорамалардағы үшінші артық болу стереотипі ме? Иә, соны өкінеді. Өкінеді деген резолюция болды. Сол барлығының көңілінен шықты. Мысалы, өзіміз жазған қарылар, немесе бір ситуациялық қарылар жаздық. Ол өте қызықты бір практика болды. Анау айтады ғой, жаңа буын, жаңағы заттар келеді, жалпы жаңалықтар келеді дегендей. Мен ойлаймын, ол қарарлардың өзгеруі, сол біздің өзіміздің стереотиптарымыздың басқаша екені, немесе біздің қызығатын заттарымыздың басқа екені болуы мүмкін. Негізі ол менің ойымша респаға шығулардан болады. Мүмкін респадан көп адамдар осы видеоны көріп жатқан шығар. Турнирларға шыққан сайын жаңа бірдеңе аламыз. Мысалы, мен Семейге шыққанда Семейдегі дебат ойнау стилін және семейлік дебатерларды көрдім және таң қалдым, басқаша екен ғой деп. Және осындай нәрселер мені қуантады. Білмеймін, мысалы, Астанаға барған кезде де жалпы турнирларға тағы тоқталатын болсақ, келесі апта, яғни 30 қыркүйек және 1 қазан күні Парасатта облыстық турнир өтетін болады. Қасқыр кап, ол біздің
былтырғы жылғы ребрендингқа байланысты, яғни туымыздың өзгеруіне, жаңағы эмблеманың өзгеруіне байланысты дәстүрлі түрде жыл сайын болатын турнир болады, және осы турнирға сіздерді қатысуға шақырамын. Ол турнирда бізде жас буын аға буынмен немесе орта буынмен немесе ата буынмен бірге дуэт болып ойнай алады. Жалпы осындай джедай форматында өтетін бірге дебат ойнағыңыз келсе комментарийға қаракөзбен деп жазып кетіңіз десе. Джедай форматындағы турнирларға көзқарасың қалай? Яғни осы ата буын мен жас буын бірге ойнауы. Негізі ол жақсы. Мен ойымша ондай турнирлар көбінесе ата буындар немесе аға буындар бірігіп ойнаған кезде көбірек кубок алып кетеді. Ал жас буындар ештеңесіз қалып қояды. Сосын сыртта қалып қойып олар сосын бір-екі рет жылап алады. Сосын дебаттан шығып кетемін деп ойлар болады деген мақсатта шығарылған секілді. Мен өзім солай ойлаймын. Өйткені өзім өткізген Қостанайда да өткен көп турнирларды көрдім, сондай мақсатта өткізілді. Ең бірінші турнир парасаттың былтырғы сезондағы ең бірінші турнирі сол болды. Жақсы дебат ойнау үшін сен мықты соперниктерге қарсы ойнап көруің керексің, мықты соперникпен бірге емес. Мысалы мен мысалы Нұралы ағаймен турнирға шығып жүрген кезде, колледж оқып жүрген кезінде мен ағайға сеніп отыратынмын. Ағай кей жазып береді, ау мен бірдеңе айта саламын деп. Ағайдың идеясы мықты деп. Ал содан кейін Чинамен турнирға шығып жүргенде кейісті өзім жазу керек. Екеуміздің ойымыз бірдей емес. Ойнап айтамын. Бірақ шынымен де солай. Сондықтан қарсы ойнау керек. Подумаешь, 1-2 жыл қадаласың, зато мықты болып шығасың. Қашанға дейін жүресің біреудің артында, біреуден сұрап, лучше өзің көтерілген дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. Енді эфиріміздің соңында, Қаракөз, жалпы жас буындарға немесе мектеп оқушыларда қандай кеңес берер едің? Дебат ойнаңдар, осындай біздің подкасттарымызды көре беріңіздер. Бүгін жай ғана еркін форматта сіздерге бастапқы түсініктер болу үшін осыны жасаған болатынбыз. Ал одан кейін Чинаны көптен күтіп жүрген қарар анализі деген тренингі басталады. Оған өте көп уақыт пен өте көп күш салынған болатын. Олар болады, сондықтан дебат ойнаңыздар, бірге дамиық, Қостанайды бірге дамытайық. Менің де қосарым бар. Жалпы жаңағы турнир енді келе жатыр ғой. Оған қатысатын жас буындар инфоблогтарыңызды, яғни сіздерді ақпараттық білімдеріңізді барынша расширять етеді, яғни қалай? Кеңейтіп алыңыздар. Өйткені ол өте маңызды. Көптеген тренингтер платный жүргізіледі, немесе кейбіреулер оны сборда ала алмайды ғой, ал кейбіреулеріне жақсы тренинг бере алатын тренерлер жоқ. Бірақ ондай пробелдардың барлығы осы 8 қарашада жойылады. Себебі осы жерде тегін тренингтер, барлығы тегін. Тек қана бастысы ниет. Жақсы. Рахмет, келесі кездескенше. Всем пока.